Fashion жаңа жұлдыз 2025 жобасы бұл бастама көпбалалы ерекше перзент тәрбиелеп отырған және жалғыз басты аналарды қолдауға бағытталған. Жоба нәтижесі қандай? Салтанатты шараға куә болып қайтқан әріптесім Мөлдір Батырбайдың бейнематериалында. Әлеуметтік жоба Маңғыстаулық 10 шақты елге пайдасын тигізді. 28 бен 40 жас арасындағы аналар бір ай бойы тұлғалық даму жолында білім алды. Көпбалалы келіншектер дизайнерлік саланың қыр-сырын үйреніп, психология көпшілік алдында сөйлеу бойынша 5 спикерден кеңес алды. Жобаға қатысушыларға қоғамдық қор, сән, сұлулық салондары сияқты түрлі саланың өкілі қолдау көрсеткен. Біздің қоғамда қазір үлкен белсенді рөл атқарып тұрған көпбалалы аналар және ерекше балалардың аналарын біз қолдау мақсатында осындай шара ұйымдастырған болатынбыз. Бұл жоба Көктаубай Динара Көктаубай қызынікі. 10 шақты ананы оқыттық. Ол жерде 10 шақты ананың әр қайсысының көпбалалы ана, азаматынан айырылған, яғни қамқоршысынан айырылған аналар және ерекше баламен үйде отырған аналар. Қолынан барлығы келіп тұр, қолының шеберлігі керемет, бірақ соны жарыққа шығара алмай жүрген, үйде тігіп отырған аналарды біз бүгінгі таңда жарыққа шығаруға ұйғардық. 37 жастағы Гүлмира Ыбырай 2 жылдан бері сәнді көйлектер тігумен айналысып жүр. 5 баланың анасы осы жоба арқылы ісмерлік өнер бойынша қабілетін шыңдаған. Енді кәсібін дөңгелетіп, табыс табуды көздейді. Бұл жобада мен керемет білім алдым деп айта аламын. Ол білімнің арқасында мен өзіме сенімді болдым. Тек қана үйде отырып, тіге бермей, бір бөлмеден шықпай отыратын едім тігіп. Енді қазір өзіме бөлек помещение алдым. Солай өзімнің ісімді бастап жатырмын. Сол жобада алған білімдерін бәрін қолданып, кәсіпкерлікке шығып жатырмын. Ал Альфия Аланиязова 6 баланы өмірге келген. Тапсырысқа сай әйел және ер адамдарға арналған киім дайындап береді. Көп балалы анаға белсенділер бастамасы әсіресе рухани тұрғыда әсер етіпті. Мен күнделікті өмірден біз шаршағанбыз, еркек сияқты жұмыс жасап жүргенбіз. Одан өзімді әйелік нәзік екенімді сезініп, қазіргі таңда өзімді образды өзгертіп, өзімді ішкі дүниемді өзгертсем болады. Қуаныштымын, балдарым да қуанышты. Жалпы арғай дамытқым келеді. Өзім сияқты әйелдерден үйден алып шыққым келеді, шынымды айтсам. Көп қой үйде отырған әйелдер бар, соларға бір кәсіп бергім келеді. Өзім сияқты қылып шығарып, әйел екен, сезінсе екен деймін. Шара аясында жобаға қатысушылардың ұлттық киімдерінен сән көрсетілімі өтті. Сондай-ақ қазақ әшекей бұйымдар, жастықша, қоржын қалталар көрмеде көрермен назарына ұсынылды. Fashion жаңа жұлдыз 2025 жобасы алдағы уақытта да жалғасын табады дейді ұйымдастырушылар. Іскер әйелдер мұндай шараны жыл сайын бірнеше рет өткізуді жоспарлап отыр. Мөлдір Батырбай, Саламат Таумұрынов, Дидар.